өзімді судан алып буға салып деген сияқты да. Маған сондай өмір ұнайтын болды жас кезімнен. Осылай жатамын, осылай ашуланғаннан на себе зол, короче. Ашудан мен көзіме жас келіп жатады. Целый день мен жұмыста специально ұйықтаймын, демаламын. Скоро UFC-ға кіреміз деп та. Скоро UFC-ға бәрі кіреді да. Значит, мен машина, маған дұрыс тамақ, май құйылу керек. Холодильникті ашасың, кілең шөп шалаң ғой, қайтып қоясың. Бері қара, бұл сап-сары подкаст. Бәріне сәлем. Көрердің алдында міндетті түрде жазып кетіңіз. Бізде бүгін қонақта Алиби, қан мен тер, Ідріс, көптен күткен. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қуаныштымыз, Дидар. Көптен бері осы подкаст түсіргіміз келді. Алдында келіспей қалды, одан бойға дайындалдық. Бүгін после боя, деймін, после праздника. После праздника? Осы жеңісті қалай тойладың? Тойладың ба негізі? Тойлағанда бізде, как обычно, бауырлармен, қасымызда, жанымызда жүрген бауырларымызды жинап, сол баяғы ет, бургер, кола деген сияқты жалпы ситуацияны талқылап деген сияқты. Бәріміз сондай бір 3-4 сағаттық отырыс болды, жақсы отырыс болды. Шай ішіп дегендей. Дәл бойдан кейін ба, или келесі күні? Бойдан кейін. Дәл бойдан кейін. Сол таңғы 3-ке дейін отырдық. Бауырларымыз келді құттықтап жан-жақтан. Сол, как обычно, негізі кімнің жеңіс болмасын, осындай жерлерге барып, тыныш жерге барып, шай ішіп өзіміз. Автопати, по-казахски. По-казахски, халяльный деймін ба? Міндетті түрде бешбармақ? Енді беш енді үйде жейміз ғой всегда. Маған күннен беші. А так, в первую очередь, жаңағы газировка мен уже бургер деген сияқты. Диетадан кейін, Да, диетадан кейін. Это после боя даже. Сен әке-шешең бойларын қарай ма? Анам қарамайды. Анам никогда қарамайды. Бойда әкем қарайды, бірақ ол кісі прям осы ММА-ның жанкүйері деп айта алмаймын. Мен үшін қарау мүмкін да, бірақ а так үйде семьям бәрі қарайды. Інім, ағам, жұбайым, балам қараған осы жылы. Прям түсініп, балам 2-ден кетті ғой, альхамдулилля. Сол үйдегілер звондап, сен бойыңды ерекше қарады, кәдімгі қозғалмай деп түсініп отты деп. Сондай осы жылы сондай нелер үйде көрсетілім болды. Күшті. Мен уже бүгін сенің сторисында сен залда жүр екенін көрдім. Неге, қалай, не үшін? Енді мен всегда ойымда жалпы үлкен жетістікке жету үшін бұл жұмысты сен сүю керексің, бар тәніңмен арнау керексің да өзіңді. Өйткені бұл жеңіс келді маған, мен уже 3-4 шаг алдыға ойлау керекпін. Мен сопернигім қалай деймін. Мен бойды жаңа короткий уақытта аяқтадым, бірақ менің уже осы уақытқа дейін денеме, психологияме сіңіп кеткен. Мен тренировка жүре алмайды екенмін уже. Жаңағыда 10 километр кроссымыз жүгіріп алдық, өзімізді уже тірі сезініп жатырмыз да. Уже мен байқаймын, с утра тұрып мен тренировка істемей тамақ жесем, маған тамақ батпайды екен уже. Маған прям ашығып, шөлдеп келіп, тамақты жеу бір ләззат береді адамға. Сол жаңағы UFC-ға барғым келеді деймін. Мен, значит, адамдардан ерекше болу керекпін да. Әркімнің өзінің ерекшелігі бар. Менің өзімнің ерекшелігім осы стабильность. Жаңағыдай упорство, мен қазір 29-дамын. Жалпы есеппен қарағанда, жаңа врачтардың, енді мамандардың жалпы боецтің жасы 36-ға дейін деу мүмкін да. Жаңағы 5-6 жылым қалды ма. Мен өзім кеш келдім бұл спортқа. 25 жасымда только карьерамды бастадым. Мен 21 жасымда жаймен спортқа келдім. 25 жасымда мен дух развой деген теманы бірінші рет бастап істедім деген сияқты. Мен әлі организм жас, мен голодныймын, иншалла. Сенің историяң примерно Жакондай ғой, как у Жако. Ол да спортқа кеш келді ғой. Жако да кеш келді да, ол вольныйдан басталды. Менде бір бала болып, бір күреске бір ай, анаған бір ай деген сияқты, домбыраға бір ай деген сияқты. Мен кішкентай кезімде есімде білем, бірақ оқуға түсіп, осы мықты төбелескім келді неге екенін білмеймін. Студент болдым, содан жай барып жүрдім, жұмысқа кетіп қалдым 3 жыл. 25 жасымда все уже үйдегілермен сөйлесіп, прям официально әке-шешем жинап алып, бір столдың басына отырып, мен айттым,
әке мама осылай арманым бар, ММА-да өзімді көргім келеді, мен дейтін результаттар добиться еткім келеді, чтобы я не хочу 35 жасында жұмыста үлкен мужиктермен мен осы жерде төбелесетін едім деген сияқты да. Мен көргім келеді, получится, еңбегім жанама жанат, бағым жама, чтоб мен қартайған шағымда өкінбейтін дейді, деп айтпайтындай. Ол бір жағынан дұрыс қой, өйткені сен спорттан кәдімгі жұмысқа в любой уақытта бара аласың. Бірақ наоборот, мен жаңағы айттым ғой, бүгін жүгіріп жатырмын. Мысалы, мен жұмыста вахтада жүрген кезде, бізде вахтовый поселок такой, тауларда осындай. Всегда мен жақсы көретін болдым осы таулармен жүгіруді. Жұмыс істейтін ТБшник бауырлар, вот, брат, оставь этот жұмыс дейді да, кетші бар дейді да. Сен көзіне от көрініп тұр дейді да. Енді бізде менталитет жаңағы баяғыдан қалып қойған, үкіметтің жұмысында істеу керек, стабильный айлық болу керек деген сияқты. Әке-шеше содан үміт етеді. Енді дұрыс қой, 25-тегі баламын мысалы. Былай қарапсан, оны да просто арманға сендіріп қою тоже бір жағынан әке-шешеге жаңағы пайда алып келетін, соларды асыра қуантатын шағында сен мысалы тегашин залға барсаң, оларға да бір түрлі көрінеді. Мен жаңағы ойымды жеткіздім, әке, папа, осылай, мама, баталарымды беріңдер. Мен бір затқа жеткім келеді дегенде. Потому что мен 3 жыл жұмыс істедім. Мен как прогресс, как личность мен өспей қалдым. Мен сол баяғы комфортты өмірге үйреніп кеткенмін. 15 күн келем, почти жұмыс жоқ уақытыда, все там автоматизация қондырылған, барасың, кешкі 6-та келеді, бәрі шайын ішеді, тамақ ішеді, жатады. Бір 45-тегі мужиктердің өмірі ұқсап кетті да. Деградация сияқты. Сондай болып кетті. Маған айтты, мам, менің жұмысым, тамағым арам сияқты деймін да. Мен қиналмаймын мына жұмысқа деймін. Барам, мен как 15 күн демалып қайтам. Өйткені мен жұмысқа келем, 8-де жұмыс па, соткамызды қосамыз. Все, видео қарайды, шай ішеді адамдар. Иногда там күніге 1-2 рет сигнал болып қолын барасың, и то 15 минуттық жұмыста. Ол қай жұмыс? Электрик? Кипия. Автоматизация управления, электриктің бір түрі ғой. Жаңағыда қасымызда 4 Қытай ғой, 4 қазақ бірге жүреміз, үстің тап-таза деген сияқты ғой. Ол маған ұнаған жоқ. Я всегда больше мечтал басқа зат. Өзімді судан алып, буға салып деген сияқты да. Маған сондай өмір ұнайтын болды жас кезімнен. Ал әке-шешеңнің бірінші реакциясы қандай болды? Кетем дегенде ма, спортқа? Мама бізде бала тәрбиесінде болды. Мен мысалы 110 мың айлығым енді көтерілген кезде мен қалаға 10 мың теңге алып кететін болдым. Чисто питанияға. Мама маған 10 мың жарайды, мен 100 мың сізге деген сияқты. Сол стабильный айлық келіп отқаннан кейін ана енді үміт етеді ғой, балам жұмыстан шықпай ақ қой деген сияқты. Потому что мен қалаға барғанмен ешкім мені асыра алмайды, мен өзім выживать ету керекпін деген сияқты. Мамам настроение түсті, жаңағы балам мен саған сеніп отыр еді деген сияқты. Мамам айтты, мам, шамалы шыдайықшы, мен иншаллах жетем бір нәрсеге. Уақыт өте кетті, и сол армандар орындалып жатыр қазір. Получается, сенде айлығың 110 мың болды, сен 100 мыңды мамаға бересің, 10 мыңды өзіме алып кетем 15 күнге. 15 күнге? Да. Ол 10 мың теңгең неге жетті? 10 мың теңге, білмеймін, сол кезде Алла тағала бір ақшам берекетін беріп қойды ма, бір көп зат ойламайсың, чисто тренировка, келесің, ол кезде де выбор жоқ қой, шықтым. Сен осы 15 күндік перерывті айтып жатсың ғой, 15 күн перерыв, да. 15 күн перерыв, и вақтада да ақша керек емес қой, дайын тамақ там. 15 күн перерывта мен 10 мың теңгеде находнайға қортам. Тамақты туманның үйіне ішем. Мысалы, мен как ер жігітпін 25-тегі да, тренировкеден келем, туман үйінде жатам, сасыған киімдеріммен да, тоже ойлайды, мына не істеп жүр 25-те деген сияқты. Просто көзім жұмдым да, шыдау керек, туда-сюда. И все, Аллах, қазір нормально уже. Мықты. Сондай историялар болды. Сен уже сол кезде еркін күште болдың? Еркін күш командасында болдық, иә. Енді сол еркін күшке қалай кірдің? Еркін күшке в основном жұмыстан келем, жалғаспен спарринг партнер тұрам мен. В основном жалғаспен тұрам, таяқ жеймін жаңағыдай. Ол кезде ол Али Багаудиновқа дайындалады. Ол кезде уже Артурдан кейін Жаконың атағы шығып кеткен. Мен жұмысқа барам, Жаконмен төбелесем, ойлаймын, неужели мен хотя бы казахстанский промоушендарда төбелесе алмаймын? Раз Жако уже Fight Night'ның поясына төбелесіп жатыр да. Мен келем, енді бір бас жоғары ғой Жако, бірақ на характері төбелесесің да. Сондай ой туындайды, и вақтыдан келем да, Жако Алиге дайындалып жатқанда сол момент менің өмірімдегі
ключевой момент болды деймін ба, қалай айтайын. Жакомен спарринг жасаймыз, и в одну калитку таяқ жеймін. И осылай жатам, осылай ашуланғаннан на себе зол, короче. Ашудан мен көзіме жас келіп жататындай. Ағай келіп бүйтіп қарады, Алиби не болды дейді. Ағай көрі ештеңе болған жоқ, такой недовольныймын да. Не болды, айтшы, жалқас не боқтадың ба, или қаттыр жібердің ба? Жоқ ағай, көрі өзіме ашуланып жатырмын. Ағай наоборот наоралды, айқайлап сатты. Сен бала вообще иди работай дейді да. Не істеп жүрсің дейді. Мне тебе жалко дейді да. Сен жұмыс жаса дейді. Либо жұмысын тыста, тренировка істеді, добиться. Біз саған благотворительный фонд емеспіз деген сияқты түсіндірді ол маған. Бақ, тренировка басталған жоқ, почти басталған жоқ, киім жинаймын, үйге кетіп қалдым. Кешке сол кезде Нұрбекпен Дастан звондап тұр. Брат, шықсы, давай пообщаемся, говорит. Брат, сөйлескім келмейді ешкіммен, мен просто демаламын, говорю. Жүрсе шығайық, жүріп қайтайық. Шығарып алды. Сосын екеуі үндемей келе жатыр. Бәрі Жако, Мороз, бәрі бургер жеп жатыр екен, бәріміз кіріп бардық. Мороз жақындады жаймен, Сергей Мороз. Алибей там не расстраивайся дейді, орысша сөйлеп жатыр. Еңсені түсірме, давай, у тебя есть мечта, говорит, давай, надо до конца деген сияқты. Потом Жако келді жаймен. Балдар сөйлесіп отыр. Алибей, мен Алиге дайындалып жатырмын ғой, мен форма, менде басқа ғой дейді. Давай, біз саған андай көмек салмаймыз дейді енді. Сенің тағдырыңды, сенің бойыңды, өзің өмірің таңдайсың. Ты сам реши дейді. Жаңағыда намазыңды оқы ал, Аллахтан дұға тіле. Если хочешь, бас деген сияқты. Түнімен жатам, ойланам, екінші тренировка келем. Ағай так улыбается на меня. Че там, баратын болдың ба дейді, до конца дейді. Я говорю, да, ағай, короче. И сол момент болды мен өмірімде. Арада 15 күн, 20 күн өткен жоқ. Мен вахтаға кету керек болдым. Ағай бой предлагает. NFC-да. И ол кезде имав дейтін болды біз. Имавқа шығамыз. Любительский. Ұтылып қалам, екі-үш. Сен имавта қатырмайсың дейтін айтады. Конкретно төбелесің келе ме бар төбелес. Я выиграл, пошел. Профтарға. Бірінші бойым төбелестім. Еще Нұрбек Қараулан видеосы бар, сол кезде түсірген. Вот, чем они хожи UFC бойцы деп атқан. Әлі видеосы бар, Жұмамұрат Медет. Екеуміз мықты төбелестік, бірақ самый сложный бойлардың бірі болды. 3-ші раундта қалғандардың. Екінші бойды берді. Әлі вақтыда жүрмін, бірақ вақтыда дайындалам, келем, екінші бойға шықтым. Екінші бой ұтқаннан кейін все, я уже все оставил, жұмыстың бәрін тастадым. И бах, карантин попали мы. Ё-моё. 1,5 года чисто тренировались. Вот так айлық жоқ, дым жоқ, ол кезде үкімет 40 мың ба береді ғой адамның басына. Сонымен выживали, короче. Сосын үшінші бой Тимур Жақбаров, қазір октагонда тоже аты шулы. Сонымен шықтым, пачкам ұттым. Сол кезде карантин басталған кезде сен өкімет жоқсың ғой? Осында тап болды деген сияқты. Осында болып кетті ғой. Не, брат, мен бір мезетте болсын өкінген жоқпын, өйткені мен сендім, что мен арманым, менің жаңа представлением, менің істеп жатқан жұмысым. И карантин болған кезде де мен қуандым да, потому что сондай бурядан, сондай қиыншылықтың ортасынан шыққан адам дальше оның болашағы жарқында. Мен үйге келем, батыста туман үйінде кешке тамақ ішейін десем, у меня лактейл сүтпен фантазия печенье тұр. Нұрбек Абдрахман кіреді. Брат, говорит, ну не, говорит, өзі Нұрбек. Енді семьясы Ақтөбеде, менікі ауылда деген сияқты. Бургер алып келіп, әлі суреті бар, соны сохранил специально бар ғой. Нұрбек маған жіберсең, мен осы қазір көрерменге көрсетейін. Постарайся соны тауып саған жіберуге. Сондай моменттер болды. Сосын бәрі карантинда чисто біз тренировка істедік. Жалғас, Мороз, Дәурен болған жоқ көп. Абдрахман, Нұрбек, Дастан ауылда болды, Бағдат Жұбаныш, осы 5-6 адам болдық. Залда ашып аламыз өзіміз күнде 2 тренировка жасаймыз. Адамдармен неге болмайды ғой, чисто өзіміз маскамен келеміз, тренировка жасаймыз. Сол аралықта мен ММА-ны ударкеден барбаға деген сияқты жаңағыдай көп өзіме жинап алдым. Бағдат Жұбанышпен тұрдым, ол кезде көп тұрдық екеуміз, күнде төбелес. Ол да бір төбелеске тоймайтын бала ғой. Екеуміз мұрын қан. Сол аралық бізге мықты не болды, өсіп кетуімізге. 3-ші бойға шықтым, турт, уже за пояс кетті. Солай уже бүгін таңда 10-ші бой уже. Да, осы историяны мен білген емеспін. Негізі көп балдар біледі. Даже ағай да біледі, қазір сұрасаңыз. Вақты неге, вақты туралы әңгіме. Потому что мен 22 жасында оқу повар болып жұмыс істедім Ақтөбеде. Приличный ресторанда. Потому что маған ұнайтын болды повар. Целый день жұмыс. Мен 6-да тренировка сұранып кетем. Мен жібернеші 2 сағатқа. Келем,
и 60-70 мың табамын, ол кезде маған спокойно жетеді ақша. Мамамға айтамын, мам, осылай жүре берейінші, говорит. Мама говорит, не істейсің, давай жұмыс істе, бар, сен сөйлесіп қойдық. Солай вахтаға кетіп қалдым. Осы 3 жыл, ровно 3 жыл жұмыс істегем. Соның 15 күн вахтада кешкі 5-6-да біз пойыздан түсеміз. Кешке 2 сағат семьяма арнаймын, әке шешеме тамақ ішеміз. Түнімен балдармен қыдырамыз, жүреміз. С утра мен Ақтөбеге кетемін тренировкаға. 15 күн өтеді, келесі күні вақтыма түнге қарай мен Қандыағашқа келем, семьямен боламын, достарыммен боламын, вақтыға кетемін. 3 жыл бойы мен сөйтіп жүрдім. 3 жыл бойы мамамкінің әлі есінде, мам, мынау мен соңғы вақтым, соңғы жұмысым, осылай айтатын еді. 3 жыл бойы. 3 жыл бойы солай жүре бергенмін ғой. Бір күні решил. Ол даже әңгімені айтуға мен әкем түрткі болды. Әкемнің менің атам қаталдау кісі болды. Мінезі қатты. Әкем өнер саласына кеткісі келді, Алматыға деген сияқты. Сол әңгімесін айтып қалды, білмеймін не екен. Сол сөзі менің ойымда мықты қалып қойды. Әкем мен Алматыға өнер саласына. Сол кезде әке қолына күрек бергенде атама. Атам әкеме жұмыс қорада. Енді ол кезде қиыншылық заман ғой. Қаншама бауырлар бар, не бар. Әкемнің арманды. Мен бірінші әкеме, анама емес, мен әкеме айттым. Әке, білесіз, сіздің арманыңыз қалып қойды деп. Мен сіздің ұлыңызбын, менің де арманым бар осылай деп. Әкем дальше әңгіме қозғаған жоқ қой. Өйткені әке білетті, өзінің басына өткеннен кейін анам шамалы нетті. Әкең бірден түсінді. Әке түсінді. Әке айтты, балам, батамды бердім деген сөз шықты аузымнан. Бар, көр деді ғой. Ал екінші бойға дайындығың неде болды? Вақтыда болды. Қалай өткіздің осы? Вақтыда болды. Таңертең 6:30-да подъем, 7-де жуынамыз, 8-де жұмысқа барамыз. Целый день мен жұмыста специально ұйықтаймын, демаламын. Честно айтайын, мен Қызылға оқыған баламын негізі. Колледжде де Қызылға отырдым, 9-ға 5-ке дейін оқыдым. Мен бірақ оқымайтын едім осы саланы. Я говорю, жігіттер, мен будущемді бұл жерден көрмеймін, и маған бұл қызық емес, говорю. Мен кешке демалыстан 6-ға дейін тиіп қашу жұмыс жасаймын, 6-да сразу спортивный киімдерімді аламын да залға кіріп кетемін. И залда дейтін зал жоқ қой. Волейбольный площадка, бір беговой тұр, 1000 адам соған очередке тұрады. Там бір балаға лап ұстатып қоямын, мысалы, қол, аяқ, мысалы. Иә, сол видеосын жіберемін. Бір аяғыма резинка байлаймын. Дәл осылай ұстамашы, айқай шуған ұстату дейтін. Дәл осылай қозғалмашы деп. Анау ашуланады, мен лап еспесін ұстаған деп. Сол бір жеті жұмыс істедім, менің мастерім жақсы болды. Спортқа прям маған сенеді, братан, осылай жұмыс мене жібеш дедім. Бірақ қойып беш табелімді деп. Табелі қойылмаса үйде айқайшу ғой. Мама айқайшу шығарады. Уже ол 100 000 теңге уже. Иә, уже 110 000-ның сен уже 50-60 000 жоқ деген сөз ғой уже дейтін. Все, добро берді, Ақтөбеге бардым. Мамка білмейді, үйге соқып қойым, Ақтөбеге тіке басам, дайындалдым, 2-ші ой оттым. Уже все болды. Пора уже бітіру керек деп. Мен 99 раунд дүкеніне рахмет айтқым келіп тұр, өйткені олар біздің көрермендерге осындай шынгерті розыгрышқа берді, ұтысқа. Осы шынгертіні ұтып алу үшін бізде осы подкастта қонағымыздың сұрағына дұрыс жауап беріп, және міндетті түрде өзіңіздің инстаграмды қасына жазып кетуіңізді сұраймын, өйткені осы инстаграм арқылы мен сізді тауып осы ұтысыңызды жіберем. Және де Сарбас деген промокод бойынша 99 раунд деген дүкенінде любой боксерский перчатки алған кезде сізге бинты, капа және қолғапқа сумка сыйға тартады. Көруден ләззат алыңыздар. Обычный сұрақ болды негізі басында, неге залға кірдің деп. Енді сен осындай өмірде ақкөңіл, сабырлы, жекпе-жек кезінде осындай убийца режиміне қалай кіресің? Жақсы сұрақ негізі. Негізі мен кішкентай кезімнен вспыльчивый болады ғой. Тез ашуланып, тез басылатын деп. Мен әке-шешем сондай не береді ғой маған. Психология береді. Сен мықты ашуланшақсың, ақкөңілсің, тез ашуланып, тез басыласың деген сияқты. Ыссы мінезім көп жерде төбелесіп қала беремін. Көп жерде үндемей тұра алмай қаламын да, мен айтып жіберемін, нетіп қаламын деген сияқты. Осы спорттан өзім таптым ғой мен. И всегда өзіме айтамын, бұлай өмірде сабырлы болып, бойда максимально өзімді заряжать етемін. Это бой, андай 10 бойыма шықтым да, андай лично не болмапты менде. Прям хочу его деген сияқты, уронить там, добить деген сияқты да. Ондай ой маған кірді ма, все, мен, значит, это не то.
это неправильно деген сияқты. Мен как профессионал кірем, соперникті көрем, все, маған ұту керек. Мен өйткені мен артымда семьям бар, мен карьерам бар, мен жұмыс ретінде қараймын. После боя все чисто уважение, потому что мен сопернигімді мен сияқты келеді, қаншама еңбек жасап, қаншама жұмыс жасап келеді, и мен оны как личность бір жерін зақым келтіруге менде ниет болмайды екен. Мен ойлаймын, сондай ниет болса ғана адамда уже дейтін, уже контроль болмай қалады да миында. Сенде бойда сондай болған емес? Жоқ, мен задачаны орындаймын. Даже тренер айтады маған, жаңағы келесің ғой, енді кеше нокаут жасадым 9-шы бойда, бразилец жан жақтан, давай, очередной нокаут, ты должен нокаут сделать. Ана мұна тренер звондайды маған, никакой нокаут, даже Нұрбек Абдрахман, по плану 3 раунд төбелесіп шығасың. Если он сол ударға келе ма, ол сол жерде құлайды. Дольше там өзін қысып барып міне құлатам, это самое опасно бізге түсіндіреді. Жаңағыда біз бразильский тактика қойдық, оң қолынан қашып жүр, аяқымен жақсы тебеді, ближний бой рубкаға кірме деп. Если өзін ұстап аласың ба, сол жерге келеді, и сол моменті болады өзін. Все по плану. Ол 9-шы бой ма, 10-шы бой ма? Вот соңғы бой. Соңғы бой. Да. Жекпе-жектен кейін сен Камил Гаджиев сенен шоу жасауды сұраған туралы айтқансың. Негізі шайқасты финишпен бітірем деген ойың болды ма? Жоқ, мен даже ойладым, финишпен бітіре алмайым деп ойладым. Потому что соперник бұл жолы көрініп тұр да, психологически он даже дергаться еткен жоқ. Адамды көзімен қарайсың, сезесің, психология бар деген сияқты. Он вышел хладнокровно, шығам, төбелесем, мен настроился 3 раунд бойға. Мен білдім, он физически крепкий екен, потому что мен бірінші астыға құлатып алып, мен добить еткен кезде, ол 2 қолымен білегімнен ұстаған болатын болевойға. Я там почувствовал, прям мужиктың қолы да. Ох, сразу қолым тарттым. Не, ближний бойға бару болмайды деген сияқты. Сол вес өлшеніп болғасын, іште жаттым, сыртқа шығып кофе ішіп баратқан кезде, жаңағы 2 столда қара баламен Камил Гаджиев отты. Барып амандасын, қара бала сразу таныстырды. Это наш алиби. Да, я знаю, она, давай, у нас 2 этот поезд слетели, 2 поездқа төбелесетін адам кетіп қалды. Сен давай бізге шоу жаса деп күледі да. Сосын тілім тістеп қалдым. Ну, говорю, братан, говорю, для меня сейчас важно выиграть надо дедім да. Сосын ішімнен айттым, ах, если ертең вот шоу жасап төбелесең, бонус аузынан жұлып аламын дедім да. И так получился, брат. Никого не задел, ешкімді ренжітпей, әдемі бонус сұрадым деп ойлаймын мен. Өйткені получился яркий бой болды да. Бонус жайлы не дейді? Бонус жайлы енді грамотный подход жасаған сияқты, қара бала мені ренжіткен жоқ. 7 бонус алдым ғой. Бой вечера, там выход вечера, нокаут вечера, выступление вечера. Камил Гаджиевтің аузынан шыққан сөзі 100% деген сөз шықты да. 100% деді. Күшті. Негізі қарсылас енді бір нәрсемен таң қалдырды ма? Осы тек физикалық тұрғыдан емес, басқа жағынан, мүмкін техникадан. Техникадан менің ағайымыздың командамызбен представлениеміз бойынша оның жұмыс жасауы. Біздің ойлағандағыдай ол жұмыс жасады. Салынып ұрады, бәрін блокқа тигізім. Потому что менің көп бойларымды қарасан, темпті көтеріп, момент келген кезде ұстаймыз да біз. Біз шамал ол уаға тигізді, моменттер ол блокқа тиіп, ближний бойға кіремін, сыртқа шығам деген сияқты. Но мен өзім таңғалған, ол маған правый лоу-кик ұрады, сразу оң қолын автомате. Біз соны дайындадық. Ол сразу шықты, сразу сечке кетті көзде. Я көрдім. Да. Да, это тоже повлияло. Бірақ жаңағы колено разножкамен, потом левойға кетіп боковой колено, мен өзім түсінбей қалдым даже. Болады ғой, кость еттен тізеге ауыз ет ауырып кетеді деген сияқты. Дым не почувствовал. Бақ тиді, ол құлады сразу. Бұлай таңғалттыр деп айтам. Мысалы мені моқ таңғалдырған Мадруга, Флавия Мадруга 25 минут бойы біз дейтін. Вот мен одан конкретно ударлар алдым да. Шық атып шықты, цептен болсаң иттер ұқсап шапты да. Біз 25 минут бойы қырғын болды да бізде. Біз оны тактически шаршаттық да, и біз 2, 3, 4, 5 темпті көтере бердік да. Вот Флавия Мадруга түсінген, ММА-ны мықты түсінетін адам болса, осы бойда біз бірталай жаңағы тактический ходтар болды ғой бізде. Ауыстыру, күрес, ұрып кету деген сияқты. Даже YouTube-та Флавия Мадруга, Арман Ашимов, М1 Глобалда, екеуін бойын қарасан. Флавия Мадруга конкретно бой берді. Раздельным решением проиграл только.
ол кезде Арман Накураже бұл оң қолмен бәрін құлатады. Шықты да жабайы төбелесіне салды мысалы. Маған осы оң бойыма Флавия Мадруга Дартимді дайындалды сол кезде. Сол кезде Ол Ерасыл Шұқатаевты ұтады, октагондағы боецті найзада. Запой соған заряжать етеді. Сен звездасың деген сияқты. Понятно же дело. Сен ертең Алибиді тұтсаң, все, Қазақстанда звездасың. Ол Дартимді мықты дайындықпен келді ғой 5 раундқа. Біз күттік сондай раунд, бірақ мен 1-3-5-те неше рет шатать еттім. Все, жиналып алады, упор, да, қайтып. Вот сол маған таң қалдырды да соның бойы. Күшті. Шамамен 1 жыл бұрын сен Нұрбек Қарабалаға Беллаторға бірінші қазақ болғым келіп тұр деген айтқансың. Содан бері бірдеме өзгерді ма? Менің ойым бойынша, менің алдағы жоспарым бойынша 57-те Беллатор ашылады деген сияқты сондай ой болды. Беллаторға боецтер керек деген сияқты. ПФЛ сатып алды, өзгерістер басталып кетті. ПФЛ-дың боецтерімен Беллатор араласып кетті. Пока олар распорядок жасайды деген сияқты тишина болды. Менде менің өзімде бір конкретный менеджер болған жоқ. Біз там сөзбен айта бердік та, UFC, Беллатор деген сияқты. Олмен жұмыс істейтін матчмейкерлер бар. Сен просто ала салмайды ғой. Сен документ жинайды, сен туралы ақпарат жинайды, сені рекламировать етеді деген сияқты. Осы жолы біздің кәдімгі менеджеріміз бар, Мирас. Сонымен бірлесе отырып, Қарабаланың да мықты еңбегі бар да ол жерде. Ақылдаса отырып, олар мені американский рингке тапсырды. Қазір уже жұмыс прям жүріп жатыр деп айтуға ауыз толтырып айтуға болып тұрды. А не так просто, скоро UFC-ға кіреміз деп та. Скоро UFC-ға бәрі кіреді да. Бірақ кім кіреді да сол жағдайынан. Бізді қазір біздің менеджер компания Paradigm Sports Management жұмыс жасап жатыр. Конор Макгрегор, ақпараттарда кеткен Майкл Пейдж, сондай мықты жауынгерлермен жұмыс жасайтын. Енді ойлаймын, менің рекордым өзі оларға қызығырақ деп. 57-те көп финиш жоқ дейді. Мысалы, соңғы бойларымыз біздің яркий фиништермен бітіп жатыр. Дальнейшем маған қазіргі мақсат ақшаны жинап Америкада болу, сбор өту, сояқтың атмосферасын сезіну, может короткое уведомление шығып кету. 4 бойға контракт алып кету, может Dana White контендер серияске кіріп кету да. Мен қазір халықты алдай алмай, просто әдемі сөзбен де, все, братья, мен скоро UFC-да боламын деп та. Халық білу керек, просто так ол сені алмайды. Олар менен чисто ақша көреді. Мен оларға прибыль алып келе аламын ба? Менің артында фанатский базам бар ма? Менің просмотрларым көп па? Олар айтады, добро пожаловать, кеттік. Бізге керексің сен. Потому что сен умеешь продавать, да, прибыль. А не так просто 10-0, 11-0, как UFC-ға кіреміз. Это банально болып кетті да, қазір 2 бой өткізеді, 3 бой өткізеді, UFC, скоро, ана, фактпен сөйлеу керек та, конкретно жұмыс істелініп жатыр ма. Қазіргі таңда мен осы уақытқа дейін Мадруган ұттым, жаңағы Сильван ұттым 8-0 да. Уже менде конкретно қолымда документ, менеджер компаниямен жұмыс болған жоқ, мен бірақ айтай бердім, мен скоро UFC-ға кетемін деп. Мен осы бойдың алдында мен компаниялармен жұмыс істеп, мен көзім ашылды да, қалай UFC-ға кіруге болады конкретно деген сияқты. Вот біз қазір солмен жұмыс жасап отырмыз. Енді қазір сенің бағытың UFC? Мен бағытым UFC. Жалпы Беллатор ПФЛ-да қызық маған. Өйткені неге? Ол жердегі де заработок да, гонорары мықты ғой. Біздің вес жоқ. 57-тегі жама проблема 2 қазақ бар деген сияқты да. Көп нюанстар бар мысалы, ол жағынан да. Ол үшін біреуін кетіру керек деген, көп қазақ болмайды деген сияқты. Может быть, ертең Шавқат поясқа төбелесіп, тағы рынок больше ашылама Қазақстанға да, бай сұраныс көп ашылама. Но мен ойлаймын, қазіргі таңда мировойда мен кешегі әлем бойынша Topology емес, жаңа Fight Matrix бойынша мен 53-ге түстім. Осы бойдың алдында. Мен осы бойдан кейін ойлаймын, нокауттан кейін тағы может 40-қа кірем ба да. Енді обновление болады ғой. Оған да қарайды да біздің. Менің үстімдегі боецтер UFC-да уже. 60-70-тегі боецтер UFC-да жүр деген сияқты. Қазір біздің мақсат грамотно бізді UFC-ға өзімізді рекламировать ету ғой. Менеджер компания. Өз-өзіңді жариялау. Сен бағана ақша жинап Америкаға барайын деп жатсың.
Мысалы Жағал Жұмагулов пен Сергей Морозов ATT залында болды. Асу Алмабаев Килклифта қазір, Азат Максумоның қасында. Негізі сен қай америкалық залға жаттыққың келіп тұр? Мен жалпы қадалып қалған Американ топ тимға барам деп айта алмаймын. Именно балдар сояққа барды, мен сояққа барам деген сияқты. Мен Килклифке барғым келеді, Асумен бірге тренировка істегім келеді. Мен Американ топ тимға барғым келеді. Мен даже Хабибтің залдарына барғым келеді. Біздің мақсат, мысалы Жако мен Мороз барды, Нұрбектер бізге үлкен багаж алып келді. Көп нюанстарды алып келді. Мелкий күрестерде тренировканы қалай жүргізу керек, қалай дайындалу керек, даже тонкий момент бар. Бізде шамалы эсерский планета қалыптасып қойған, кто хочет чемпионы быть, залдан соңғы шықсын деген сияқты. Пахать ету керек. Да, там ультра соңғы керексің дейді. Американская тренировка час, минут 20 тік кетті. Ұйықтап алды 2 күн сайын. Біз дейтін на характере береді, ана бала 2 күн жоқ та. Неге жоқ? Потому что бүткіл организм витамин шығып кеткен да. Мен сол сияқты жан-жақты залдарды қарағым келеді, өскім келеді, чтоб дальнейшем Қазақстанға біз болашақ жастарға біз білім алып келетін дейді. Мысалы, Дастан Амангелді, Нұрбек Американ топ тимға барды, Дастан Килклиф қалады, мен басқа залға бардым. Біз келеміз, обсуждаем да, бір жүйе шығарамыз да, қалай дайындалу керек деген сияқты. Менің естуім бойынша Дастан қазір Саят Абдрахмановпен жұмыс істейді. Рубик. Сені сол жаққа тартты ма олар? Жүр бізбен бірге үлкен команда болып барамыз деп. Жоқ, ондай тартқан жоқ, бірақ біз до этого мен Саятпен сөйлесіп отырдым, бірақ Саяттың конкретті өзіне маған ұсыныс түскен жоқ, осылай Рубимен жұмыс жасайсың ба деген сияқты. Маған Abu Dhabi Warriors One FC-дан бойлар жіберіп тұрды. Маған ұнамайтын, менің неме келмейтін гонорары жағынан жаңағыдай 61-ге деген сияқты да. Мен өзімнің найзада как бір тұлға ретінде менің тарихым бар да. Зачем мен найзада мировой боецтермен $50,000, $10,000 төбелеспей, мен айдалаға One FC отборочныйдағы 1000 плюс 1000 төбелеспей. Сондай контакттар болды ма? Бұл ақмақтық та мен тарапымнан ақмақтық болатын еді. Мен қазіргі таңда мен жасырмаймын, найза қара бала найзада айтқан болатын, осыдан Дартиммен қосылып атқанда, жігіттер, қазақтар бізге келіңдер, біздерде $10,000 төлейді деген сияқты. Кеше контрактын мен 6200 контрактіге қол қойдым. Это мен қазір үкіметке налог төлеймін. Получается, мен қолыма таза $10,000 түседі. А мен ең бірінші төбелескен бойым $50,000. Осы аралықта біз $50,000 қазір грубо айтқанда 5 миллионға дейін көтердік та. Аралығы сонда қанша жыл? 4 жыл. 4 жыл. 3,5 жыл, 4 жыл. Күшті. Енді сен қазір уже подкастқа парадигма менеджермен келдің. Мирас деген. Сол парадигма тарапынан саған уже бір ұсыныстар болды ма осы соңғы бойдан кейін? Соңғы бойдан кейін біз 2 күн өтті. Біздер енді жұмыс жасаймыз. Мирастың өзі біздер менеджермен братские отношения дейді ғой. Сол жағынан біз осы аз уақыт ішінде мықты біріміз түсіністік, біздің психологымызды, менің ойым қандай, менің приоритеттерім қандай, мен қандай жағдайда мен мысалы ол заттарды істемеймін деген сияқты біздің отношениеміз менеджермен түсінісіп келе жатырмыз. Дальнейшем біздің план жаңағы обсуждаем, қандай моментте UFC-ға баруға болады. Қазір шамал травлерді емдейміз, қай уақытта Америкаға бару керек бізге. Не просто так. Сол моменттерді обсуждать етеміз. Негізі қандай шанс беріп тұр? UFC-ға кірем деген. Олар мен ешкімді алдырмай, олар маған 100% сен UFC-ға кіресің деп бермейді. Ешқандай менеджерді айта алмайды. Вот 100% кіреді деп. Бекзат Алмахан қалай кірді UFC-ға? На замену. На замену. Вот. Ондай замена келіп қалуы мүмкін маған. Кешеде сондай сұрақ қойды маған, на замену дайынсың ба? Если мен прям серьезно травма болмай, мен и так формада жүреміз біз круглый год. Сондай жағдайда болса, мен газ сразу басам. А если менде бір серьезно тренировка бар, серьезно травма болып қалады, ойбай мен UFC-ға кіру керек, мына бойда ұтылсам да деп отырмын. Мен психологияға келмейді. Мен 10 бойда мен грамотно өткізіп келдім. Если маған 3-4-7 қалғанда айтса, осындай бой бар деп, мен формада, мен сразу басам. Ал егер сен қазір Бекзаттың орнында болсаң, Бекзат, Умармен бой берсе, Умармен емес, сен салмағындағы бір күшті жігітпен, топпен берсе, сенің қадам қандай болушы еді?
мен так на одной чаше весов сенің UFC-дегі карьераң, бірінші поражениең. Или поражение, или мүмкіндік. Түсініп тұрмын, сұрағын түсініп тұрмын, потому что менде дайындық аз деген сияқты ол соған дайындалып көрдім. Мен ондай момент жібермейтін едім. Өйткені мен өзімнің стилімді білем, мен өзімді из-за этого мен круглый год өзімді формада ұстаймын. Потому что мен бүткіл аспектіде өсу керекпін. Если ондай мүмкіндік келсе, кім жеңілістен қорқады, сол жеңіледі дейді ғой. Кім жеңілістен қорқады, сол жеңіледі. Ол жеңілістен қорқамын, нолегімді сақтайын десең, ол ондай жер емес та. Сен бұл жерде рисковать ету керексің. Это то же самый пример. Ондай екі кеше бразилец ешкім білмейді, дұрыс, бойлары жоқ. Өйткені олардың ютубқа бойларын салмайды дұрыс. Для меня это было подбой подстраиваться деген сияқты ғой, подбой. Оған қарағанда мен больше 60-70% рисковать етіп тұрмын да. Оған легче келіп, ол қазір отса, ол местный звезда болады. 9-0 алиби вот он претендент, все пошло, да. А менен 0-егім кетіп қалады, мен тағы да 3-4 бой артқа кетем. UFC-ға түсу үшін да. Ол өтірік емес. Ондай ойлар маған да келеді. То, что сенесің, жұмыс жасайсың, и дальше вперед. Сен найзаның чемпионы болдың. Және сен осы белбеуді өзің қалдырдың. Біріншіден басқа жауынгерлерге мүмкіндік беру үшін, екіншіден сен қазақтармен шайқасқың келмеген. Вот как раз таки сол алдыңғы сұрақ. Егер де саған қазір біздің 57-те 2 байыс бар. Асу Азат. Иә. Егер UFC-ге кіру үшін осы біреумен төбелес. Иә. Негізі қиын сұрақ бұл дейтін. Жалпы қазақ пен қазақ төбелесу дейтін, енді прям глобальный қылып жіберді ғой бізде. Негізі әлем Қазақстан чемпионаттарында қазақ пен қазақ төбелесіп жатады, бірақ профессионал ол басқа. Прям дайындаласың, төбелесесің. Менің әлі психологиям оған дайын емес. Қазақпен UFC үшін шыға салам дегенше. Ладно, мен олармен танып сөйлеспесем кім, біз олармен бауырлық қарым-қатынастамыз да, кәдімгідей. Қалай, мысалы кеше ғана Асумен сөйлестік түнде, Алибей қалайсың, Асудың сөзі да, давай енді мына жаққа келіп көрсету керек, шайқау керек деп ше. Мен де салмағым осылай болып жатыр, нормально бәрі деген сияқты. Сөйтіп жүрдім аяқтан UFC беріп қалса кеттік деп отыру дейтін. Мен әлі ондай жекпе-жектерге дайын емеспін. Прям қазақпен именно Асумен Азатқа. Әркімнің енді дұрыс, адамның ойлары дұрыс, ондай болса не істеп жүрсіңдер деген сияқты да, төбелеспейсіңдер ма бірдеңе бір. Әркімнің өзінің өмірлік ұстанымы бар да, одан аттап кете алмайды. Менің сол ұстанымның бірі сол да. Тем более әлемдік деңгейде ол қаншама байыстер бар. Америка менталитет басқа, бізде менталитет басқа. Американецтер как жұмыс ретінде қарайды, браза год жүреді, тренировка істейді, екіншіні қырылып алады, бір-бірін там әке-шешесіне, семьясын арнать етеді, это бизнес для нас, ради денег деген сияқты. Менің психологымда қалай, мен оны әке-шешесін балағаттап, оны опускать етіп, мен ақша ұтып алып, оны барып құшақтаймын да. Не үшін ол дейтін төмен зат. Иә. И былай қарасаң, просто UFC ростерінде америкалық байыстер көп. Оларға по-любому бір-бірімен төбелеседі. Бізде, мысалы, қазақтарда қанша қазір? 5-ақ байыс па? UFC-де? 5 байыс. Шавқат, Асу Алмабаев, Бекзат Алмахан, Азат Мақсым и қызы бар біздің. Иә. Мария Агапова. Иә. 5 осымен. 5-ақ. Поэтому бізге не вариант бір-бірімен төбелесуге. Өзі, оны біреуін алсаң 4-ақ қазақ. Біреу неде жүр, үлкен категорияда. Айналдырған 3 қазақ бір-бірімен төбелесіп жатса әлемдік рейтингті. Тоже да. Бізде акцент сразу бұрай береді да, а че неге төбелеспейсіңдер да. Ал егер 57-ге кірем деген шанс болмаса, 61-ге көтерілесің бе? Мен ойымша мен 61-ге кішкентай сияқтымын. Мен межсезон салмағым 65-66-та ұстаймын. 57-ге мен салмағым идеально. 57-ге, сен примерно 10 килограмм қуасың, 10-11 қуам ғой. Бұлай енді чересчур бойдан кейін демалып қалсаң кетіп қалады, 67-69-ға. Бұлай тренировка 2 раза бастаймын, мен 65-66-та ұстаймын өзімді. Осы вес маған комфортно, содан қуам жеймен. Жалпы UFC тек клеткада ғана емес, одан тыс жерден шоу жасайтын жауынгерлер жақсы көреді. И ол үшін по-любому ағылшын тілі керек. Ағылшын тілін туралы
Ағылшын тілі туралы жалпы көп ойлар болды осы бойдың алдында. Бірақ Мирас отыр ғой, Мирасқа сразу айттым, бойдан кейін Мирастың өзіне есінде де олар. Маған английский үйрену керек. Прям мен хочу дедім. Прям ойымды жеткізе алатындай 4-5 сөзді құрастырып. Хабиб секілді. Мен бірдеңе айту керекпін да. Жаңағыдай да бізде көр соқырлық қазақилыққа салынады да, патриотизмге. Қазақ бессің ба, қазақша сөйлемейсің ба дейді. То же самое найзан турнирі болды кеше. Басқа елдің ұлты келіп кеше сөйлеп атты. Дым түсінбейді, адамға қызық емес ол, қазақтарға қызық емес. То же самое мен барамда Америкаға бір яркий ботып алып, Қазақстан алға, қазақша сөйлейміз, бірден ол қызық емес қой американецтерге. Мен өз ойымды бірінші оларға өзімнің тәрбиемді олардың тілінде түсіндіру керекпін ғой. Мен шүкір, Аллаға шүкір, өз тілімді жақсы көремін. Мен өз тіліммен мақтанамын. Бірақ мен өзімді көрсету үшін, мен тарихымды көрсету үшін, мен олардың жаңағы әлемдік тілі ғой, мен меңгеру керекпін, мен ақылды болу керекпін да. Өз тіліңді, өзге тілдің бәрін біліп, өз тіліңді құрметте дейді ғой жаңағыдай. Ал клеткадан тыс шоу жасау туралы не ойлайсың? Например? Разогрев бойы, мысалы, треш-ток жасау, сондай нәрселер. Әдемі треш-токингтер істеуге болады ғой. Әдемі треш-токингтер істеуге болады. Мысалы, СНГ-да Мага Исма да. Вообще әдемі істейді ғой треш-токингтерді. Прикол ұстап па? Прикол ұстайды, әдемі ұстайды еще дейтін. Ешкімді бір дініне, андай семьясына аттап кету дейтін жоқ та. Наоборот, оған аттап кетіп жатады да кейбіреулер. Ол бірақ грамотно жасайды да сондай нелерді. Сондай треш-токингтер. Мысалы, приветствуй. А прям біреуді унижать ету, ондайға бара алмаймын. Саған мотивация бере ма? Ең атақты байстердің бірі сенің салмағындағы Димитриус Джонсон. 57-те ма? Саған күш қуат бере ма бұл мотивация? Мен де сондай деңгейге жетуге болады. Мысалы, тек қана Джон Джонс емес, үлкен салмақтағы күшті нокауттармен. Сондайда, мысалы, оның нокаут аз болса да, бірақ ол бойды әдемі жүргізеді. Тактически күш қуат береді. Күш қуат емес, мен әрбір боецтен керегімді аламын да өзіме. Қалай, мышление қарай, даже психология жағынан, Хабибтің подкасттарынан ұтылғаннан кейін до боя кім қалай дайындалады, даже залдан алам мен, Бағдаттан алам, Нұрбектен алам, Дастаннан алам, қай жерде қандай неледі, қандай кезде қосады, психология дейтін өзіме керек заттарды алам да мен. Мына жерде значит осылай болу керек, осылай істеу керек деген сияқты. Әрбірден по чуть-чуть алу керек та. Жалпы UFC-дегі өз салмағындағы жангерлерге қарайсың ба? Былай наблюдаешь за ними? Да, көп боецтерді наблюдаю. Жаңағы Новыйдан 15-0 өп кеткен кореец па, китаец па бар да. Тоже 15-0 болып келе жатыр. Сосын Жакон ұтқан соңғы Манел Капы ударник, тоже жақсы ударник, мысалы 57-ге мықты салмақ қуады. Алекс Перес, көбісі картайып келе жатқан боецтер. Чемпионның өзі болса. Да, Пантожанның өзінің кеше төбелестерін қарап отырмын мысалы да. Енді ол асыра мақтанғандық біз, ол профессионально ойлануда қалай ұтып алуға болады, мысалы. Соның бәрін ойланамыз тоже. То же самое, ол да екі қолы екі аяқ, просто грамотно надо подход. Мысалы, сізге былай түсіндірейін, Камара Усман қандай кошмар болды да. Қандай кошмар болды ол дейтін. Действительно, оның пиковый формасында Камара Усман қазір шығарсан, көп адамға проблема. Бір поезда алды, екі поезда алды, ақша бар. Адам тойынады да. Артынан голодный Хамза Чимаев келе жатыр да. Это то же самое. Екеумізге 2 метр құдық қаз дейді маған қазір. Саған маған дейді. И мына жерге так айтайын, донер қойып қояды да. Сен донерді жеп өскенсің, білесің әдемі, күнде жеп, мен жемегенмін, мен просто естігемін, мына ішінде сыр там. Екеуміз қалай қазамыз да, метрге дейін әдемі қазамыз, дальше сен уже, ладно дейсің да, жеп жүрмін ғой деймін. Мен жеп көрмегенмін да, мен голодныймын да, мен алғым келеді ол затты. То же самое, адам чемпион болады, пояс алады, ақша келеді. По-любому ол ұстап тұру, жаңағы чемпионский нені, ол қиын да. Сол себептен молодежь артта голодный өсіп келе жатыр, 57-де ертең ауысады да бірталай адамдар. То же самое Манел Капымен бір бразилец шықты 7-0 коротком. Мощный бой көрсетіп тастады. Ал біздің Асу мен Азат мүмкіндіктерін қалай бағалайсың? Титулдық белбеу үшін.
қазір Азат шамалы артқа кетіп қалған сияқты. Бір жеңілістен кейін. Бір жеңілістен кейін. По-любому оған придется 2-3 бойды прям яркий көрсетіп алдағы бойларға асуға. Ал асу грамотно келе жатыр. Асука 1-2 бой яркий көрсетіп, жаңағыдай сөйлеп шоуысы, оны бір топ 5-пен, топ 3-пен уже көріп, 1-2 жылдықта оны запуск қылады. Вот тоже ол непредсказуемый затта, а Азат ертең страшно бір нокаут жасайды. Тағы оған бір бой береді, все, Азат ближе тұрады да. Тем более салмақ сондай ғой. Салмақ сондай, сен 3-4 бой грамотно бой көрсеттің ба, яркий, все, сен топтан бір шығарады да. Сен бағана өзің айттың, және мен де көргем Инстаграмнан. Сен политехникалық колледжді қызыл дипломға бітірдің. И мектепті да қызылға? Мектепті 9-ға дейін 5-ке оқыдым, сосын переходной возраст болды менде. Вот как раз қазір мен сені сөйлескен кезде, сен былай, как будто былай бұзық, төбелесетін күнде баланы маған не вызываешь такого. Да. Бірақ сен сондай болдың, да? Мен шамалы спылши бұзық, бірдеңе бүлдіріп қарау, көріп шықлап қарау, тиісіп қарау, менде болды сондай. Потому что мен мықты не болдым да, андай. Мамка де айтады ғой, кішкентай олың саған деп. Бәрін көргің келеді дейді, бәрін көргің келеді. В основном мен қызылға бітіргеннің де себебі жаңағы апайлармен любой тақырып, сабақты ойымды жеткізу болды. Мен ойымды жеткізем, мен даже коридорда жүрсем де мен шақырып алып, апайлар вот прям принципиально мен құлатқысы келіп тұрған жерінен 26 бала оқимыз, бәрі қатып қалған, оқымайтын, ішіндегі мен сөйлеп тұрғасын, мені қалай жүрмей қалады. Ладно, мен 5 дейді, солай қызылмен бітірдік. Ал жоғарғы оқу ше? Жоғарғы оқу осы жылы тапсырғым келді, жалпы ойда бар, алдағы уақытта жоғарғыға тапсырып, өмір болғасын, спортпен шектелмейді ғой, жалғасады, өмір деген сияқты білім керек, обязательно білім. Жоғарғы оқуын тапсыруда ниет бар жалпы. Қай мамандыққа? Соны білмеймін. Қазір маған ойлану керек, қай сала болашақта маған келеді дегенде. Негізі өзінде қандай не ынтаң бар? Қай салаға? Ынтам мен қоғаммен жұмыс істегім келеді. Қоғаммен? Маған асырумен жұмыстар мықты ұнайды. Араласып, халыққа пайдам тисе деген сияқты да. Кофехана ашқым келеді мықты. Арманым сол, не екенін білмеймін, бір кішкентай бутик кафетериям болса екен деймін. Кофені мықты ішеміз осылай, до тренировки отырып алып жарты сағат бауырлармен. Сондай кішігірім бір бизнесім болғанын қалаймын. Сондай өзімді болашақта солай көрем. Кішігірім бизнесім ретінде. Біз бағана сөйлескенбіз гонорар туралы. Сенде қазір бір күшті гонорар болады, мысалы, бірінші гонорар қарағанда. Осы ақшадан сенде осындай кішігірім кофехана ашуға мүмкіндік жоқ па қазір? Қазіргі таңдағы мен гонорарын есепте қараса 5 миллион теңге. 5 миллион теңгеге жер сатып алуы бар, бұлай есептеп қараған кезде ол жетпейді. Минимум 15 миллиондай ақша керек. Жалпы жаймен соған келе жатырық қой, енді жаймен келе жатырмыз. Мен соңғы өтірік айтпасам, осы 3 бойымнан мен жаңағы ақшамды табысымның көзін көріп бастырдым. Өйткені оған дейінгі гонорарларын мен келесі бойға дейін, 5-6 бойға дейін жоқ болып кетеді. Енді мен жұмыс жасамаймын, получается, таңертең мен тренировка барам, демалам, ұйықтаймын, тамағым үшін кешке тренировка барам. Менде не получается, бір бизнеске біреумен движение жасап, там шаруа істеп деген сияқты. Мен мыслям, миымда бәрі тренировка деп болу керек та. Қазір, альхамдулилля, қазір таңда анамның, әкемнің бүткіл кредитін жауып, сондай өмірімізде кезеңдер орын алып, әке-шешем қуантып жүрдім да. Сол маған үлкен бақыт сыйлайды. Мен дальнейшем енді өзімнің армандарыммен жұмыс істегім келеді. Вклад в себе дейді ғой. Мен даже бойға дайындалып жатқан кезде мен соңғы ақшам болса да, мен құнарлы тамаққа қиям да кәдімгідей. Ол маған келеді, значит мен машина, маған дұрыс тамақ, май құйылу керек деп. Потому что ертең мен сол жұмыс, если мен тартып жұмсай, рашки жей салайын, жата қалайын десең, ол профессионал өспейді ғой. Мен то же самое асықпай тұрып барып 2000 теңге кофе ішсем да, мен зато мен ол тренировка алдындағы мен өз-өзімді дайындауда, мен настроениемді көтеру, үйден іше салайын бір аяқ шай дейтін, ол келмейді да. Профессионалсың ба, сен профессионал сияқты қарау керексің бәріне. Сен сол істі сол
весогонканың до боя 1,5 ай 1 ай атмосферамен сен ләззат алу керексің ғой. А не так-то менде весогонка. Просто живи сол моментпен, пайдалан да жақсы жаққа. О, весогонка. Скоро мына күні мен төбелесем, сосын тамақ жеймін. До этого осыны жейдірайын. Өз-өзіне мотивация. Өз-өзіне мотивация. А так сен раньше времени өлтіріп тастайсың өз-өзіңді. Сен карьераңда әлі 20 бойы болуы мүмкін. Каждый весогонка сайын сен тусклый, психологически сен дейтін уже сырып келей бересің, жей бересің. И соған болады мен отдельный квартира жалдаймын до боя. 1 ай алған кезде. Ақтөбеде? Семьямнан бөлек кетіп қаламын мен ата-анамнан. Потому что мен үйде жатамын, мен ата-анам келіп бір жаққа жұмсауы мүмкін, үйде қонақ келіп бешбармақ асуы мүмкін. Это стресс, когда сен стулға отырасың, сен алдында қазы қарта, и сен куриный грудкамен салат жеп отырасың. Влиять етеді ол мықты. Мен үйге барам, полный закуп жасаймын. Брокколи қандай керек зат, холодильникті ашасың, кілең шөп шалаң ғой, қайтып қоясың. Сен миыңда тыныш, ешкім сені жұмсамайды. Тренировкадан келдің, тамағың үшін ұйықтайсың, 4:30-5-те тұрасың, кофеге барасың, келесің, кешке киноңды қарайсың, ұйықтайсың. Режим как сборда жүрген сияқты. Өзіңе условия атмосфера создавать етемін да. Негізі ол қиындық па, былай бөлек бір пәтер жалға алып, сол жақта тұрып, семьянды көрмеу? Мен қиындық деп айта алмаймын, мен жұмысым ретінде қараймын. Вахта сияқты. Әке-шешемді, балдарымды, әке-шешемді сағынам, суббот сайын барып тұрам деген сияқты. Жаңағы әке болғанда баламен алаңдап кетуім мүмкін, ол тоже сбивает. Мысалы, түнде балаң жылап жатыр мүмкін. Мысалы, сен ана жақта ұйықтай бер, әке болғанда әке жүрегі бар, уайымдайды да баланы. Сен өзің тұрғың келмегенмен сен әкелік жүрегің оятып барасың, все, сенде уже сонный нең бұзылды. Обедке ұйқың, түнге ұйқың, ол екінші күнге сен нагрузкаңа влиять етеді. Ол келесі жұмысқа влиять етеді деген сияқты ғой. Мен кәдімгі әке-шешем сразу айтады, қашан квартира ашайын деп жатсың дейді. Болды, маған добро береді, мен кетем. И примерно қанша до боя сен сол квартира алып? Мен 1 ай қалған кезде істеймін. Когда диетаға отырамын ғой, мен диетаға отырып 1 ай бойы мен семьядан алшақ жүремін. И ол пәтер примерно сендердің залдардың қасында? Залдардың қасында, Ақтөбе ондай Алматы сияқты прям проблема емес. Біз от зала до дома 10 минут қой такси, 15 минут, все. И кофеханалардың бәрі сол орталық қой бәрі. Мына көшеме, ана көшенің басында зал ғой. Мына көшеге жиналамыз, 15 минутта жарты сағат кофе ішіп әңгіме айтамыз. Так, 11-де тренировка ма, 10:57-де шығасың, 2-3 минутта тренировкада боласың, болды ғой. Ақтөбе сол жағынан ыңғайлы да бізде. Үйден тренировка деген аралық бізде мотаться етпейсің тудасың. Ал спонсор туралы айтсақ, ол мысалы квартираны жалға алу, сосын бөлек өз семьяны асырау, ол да барлығы ақша ғой. Сол ақша сенде гонорардан немесе сенде бір спонсорлар бар, өйткені мен соңғы бойда сен шығардың алдында былай бірнеше 3 или 4 спонсорды атап кеттің. Қазір қандай қарым-қатынастасыңдар, қандай условиялар саған жасайды олар? Спонсорлардан бөлек мен жеке осы спортта ағаларым бар, жаңағыдай. Онда да енді олар ол кісілердің де семьясы бар. Мысалы, біз еркек болғаннан кейін мен 29-дам бойымен мен өзім үшін істеп жатырмын да. И мен оларды қайта звондап, аға бойға ақша керек еді деп, ол еркектік намысқа тиеді да. Кейбір 2-3 ағамыз бар. Бой жақындаған кезде отдельно звондап, Алиби бауырым, это от нас для витамин понимаем деген сияқты. Мысалы 300 мың, 500 мың салып жібереді. Ол бірталай біздің убыткіміз жабады да. Квартираны жалдаймыз 150 мыңға, 200 мыңға продукт аламыз деген сияқты. А прям по контракту, по договору, мысалы біз Рахмет Групп компаниясымен жұмыс жасап жатырмыз. Екеумізде соглашение болды, жарты жылға 500 мыңнан деген сияқты өзіміздің условияларымыз болды. Ай сайын. Біз осылай жұмыс жасаймыз, мен как доверенное лицо деген сияқты. Осы қазіргі таңда мен тек жаңағы Рахмет Групп компаниясына алаш экспорт доставка машин деген сияқты. Менің де өзімнің условиям бар да. Мен халям-валям предлагать еткім келмейді. Мен бір продукты, екінші басқа продукты, лишь бы олар маған ақша берсе болды деген сияқты. Мен кіммен жұмыс істеп жатқанымды білгім келеді, чтобы мен халыққа да пайдасы тиетін дейді. А не так бір күндік бір жетілік 50 мың, екінші күн 100 мыңмен деп. Ол ақша былай да келеді, мен ол абыройым жоғалтқым келмейді олай. Қазір осы компаниялармен жұмыс істеп жатыр. Қазір менің жеке менеджерім бар, Мирас деген. Ол уже грамотно дальше. Мен жазғаннан Мирастың более жұмысы результативный береді. Мен өйткені ол сферада біреуге жазып, менің осындай мен боец істедім деп, ол жұмыс жасалмайды.
әркім өзінің шаруасымен жұмысымен айналысу керек. Мен жұмысым салмақ қуу, бойды қабылдау, бойға дайындалу, менеджердің жұмысы басқа жақта. титулдық белбеуді тастаған кезде сенде уайым болған жоқ па? Қазір менен спонсорлар кетеді, менің гонорарым аздау болады деген уайым болған жоқ па? Уайым болған жоқ, бірақ ондай моменттер өмірімде орын алды. Потому что адам всегда отқанды жақсы көреді, всегда поездың қасындағы атмосфера, суретке түсу деген сияқты. Бізде менталитет міне UFC-ға кіріп аяқ басыма жан жақтан жабысып, ат сыйлап, жылқы сыйлап, до этого қайда ол адамдар? Вот менде сондай сұрақ туындайды да. Шапқат бізде 4 рет сборда болды, Ақтөбеде 3 рет сборда болды. Мен қазір Шапқатпен бұрынғы Шапқатты білем, қалай дайындалғанын да. Шапқат UFC-ға түсті. О, Шәке біздің нағыз қазақ. Досым Жалғас Жұмағұлов та мықты адам болған жоқ кезінде. Ұтылып қалып еді. Сырып саватыр да бізде. Сондай менталитет әлі да. Америкада басқаша. Сен боецсің, әркім ол фанаты жақсы көреді. Қойтын ұтылма. Боецпен, конечно, ұтылғың келмейді. Иногда огорчает ол сен. Адамның или сущность сондай ма, достойный жігіттер бар қасымызда, бауырлар. 24 сағат бойы сен қасында. Иногда осындай моменттерде шамалы көңілің қалады деп айтайын, шама по-любому влиять етеді да. Сен отқан кезде мен специально кеше видеоға түсіріп алдым соткымды. Сообщение нереально. Каналдарға жауап бермесең, мысли кетеді, ой, мынаны ой деген сияқты. Сендер қайда болыңдар, маған қиын болғанда, мен 12 килограмм қойғанда, маған ақша жетіспегенде, мен боецпін, мен онан дейтін қазір инстаграмға салып отпаймын ғой. Вот у меня трудности, маған ақша жетпей жатыр, бізге былай болып жатыр деп. Мен бұл жол таңдадым, и дальнейшем біздің қазақ жігіттеріне қолдау. Как ни крути, боец пен политика біздің қазақ елін таныту басқа әлемге спортпен мықты связан да. Біз енді мен қазір жұмыспен істеп үлкен результатқа мен жете алмаймын. Мен өз-өзімді осы жолда арнау керекпін. Әрине мен қуанам, қарапайым қазақтың балдарын қалталы жігіттер келіп демеп әлемдік ареналарға шығарса, оның несі жаман? Чем клубтарды сала бергенше, чем басқа сфераға ақша құя бергенше де, ол бала ертең ауылдан шыққан бала, жоқшылықты көріп өскен бала, ертең өзінің еңбегімен, қара жұмысымен елге танытып, ол еще әке-шешесін жақсартса, ол жан-жағында қоғамға пайдасы тисе, ол үлкен. Спортта жүрген бауырлардың көбісі әдемі өмірден келмейді, әдемі өмірден төбелеспейді, жоқшылықтан келеді. Ол жоқшылықтың қадірін білетін адамдар. Бірақ сен ана поезды қалдырған кезде тренермен ақылдастың ба? Ақылдастық. Менің артымнан Диас Еренгаев келеді. Сосын еркін күштің жауынгері ма? Еркін күшке бізде сбордан өтеді, қазір бойға дайындалады. Қазір мүмкін ұмытқан шығар, Найза лигасында әзірге менмін. Поезды ұтып 2 рет қорғаған. Онда жауынгер жоқ. Сосын мен қара балаға айтын, потому что просто так 5 раундовый бойларға төбелесе беру, поезды қорғай беру мән мағынасы жоқ деп ойладым мен. Өйткені ол бойдан кейін мен 4 бойма 3 бойма өткіздім. Каждый бойға мен 25 минуттық жекпе-жектерге дайындалсам, мен ресурсым мәңгі емес, менен кете береді. Мен сондай шешімге келдік. Біз дальнейшем UFC-ға баратын болсақ, бізге 3 раундтық бойлар келеді. Мысалы, мен 6 бойым титульный бой болып 5 раундқа дайындалып келіп, ана жақта 3 раундта. Тоже ол тактически басқаша дайындалу керексің. Сен 3 раундқа үйрену керексің. Сол жаңа тактически ақылдастық ағаймен, я свое доказал деген сияқты. Давай оставим поезд, балдар келсін. Біз жаңағы рейтинговый, енді соңғы 2-3 бой жақсы деңгейде көрсеттік қой. Главное, основной карттарда уже деген сияқты. Ал тренерің не болған жоқ па? Не был против? Жоқ. Ол құптады, сол оқылды, дұрыс айтасың деп. Ал залдағы жігіттерше қандай ойда болды? Прям ол сұрақ залға келіп қоятындай не болған жоқ. Мен еще неден кейін айттым ғой. Жаңағыдай бойдан кейін сразу бәрін түсінікті қылу үшін мен осы поезымды тастап баратырмын. Олар төбелесін қолдады ғой бауырлар, өйткені достойны бойлар көрсеттік. За пояс шамалы мықты Жахарийский болды, мықты соперник тоже. Мадруга 5 раундтық жекпе-жек. Свое доказал деген сияқты да. Не істейсің. А если прям принципиальный соперник тұрғанда, мен артында прям принципиальный мынау претендент деген сияқты, мықты мынау. Давай көр өзінде.
маған мотивация беретін еді да. Мен артынан мотивация болған жоқ просто. Прям титулға. Мадругамен де менде мотивация болған жоқ дұрыс. Потом қараймын, почти оның аты Шукатаев тұтып алды, прям поисқа. Жахарға менде мотивация мықты болды. Ол Аслан Өтегалиев тұтты. Бізде кәдімгі октагонға шығарды, екеуміз face to face болды. Менде представление кетті да. Всегда қазақ, шешен қазақ доктормен всегда ол оборот алады да интернетте. Потом қазақта зәте ой, мына шешеннен қазір таяқ жейді, күрестің астына жатады деген сияқты. Қазақсың ғой, намысқа бергің келмейді, қазір көрсетемін деген сияқты. Сондай моменттер болды да. Мадругамен келгенде 5 раунд гонорарда аз болды ма, ана того стоит деген сияқты. Мен психологически өзіме шақ жинадым. Бірақ бойға идеальный формада шықтық. Сенде негізі 3 пояс болдың былай. Бір елге танымал бір фотом бар былай. 2 белбеуде 2 пояс, мына жақта 1 пояс. Және сол 3 поястың біреуі аукционда кетті. Асарумен аукционда кетті. Енді 2 пояс қайда қалғаны? 2 пояс үйде тұр. Найза лигасы жаңартып берді оны. Новый поястар бар ғой. Найза деп па? Сенде NFC болды? Менде NFC болды. Қазір Найза деген әдемі поясмен жаңартып берді. Сол 2 пояс үйде. Төртеу ғой, получается? Жоқ, 3 ғой менде. Жоқ, имеется в виду сенде 2 болды, біреу аукционға кетті, 2-ін саған жаңартты. Мен оларға бердім. Қайтып бердім. Олар маған жаңартып берді. Сондай ситуациялар болып қалды. Сол кезде бізге қазір новый Найзаның 2 поясын берді. Пояс уже ондай не кетті, уақыты таскать етіп жүріп көрімдік жинайтын деген сияқты. Оның нежі буы басылды. Қазір ол нені тек Нұрбек пен Дастан соң коражында жүр ғой. Поястың несінде. Бізде қазақта мындай не бар ғой, білмеймін, жақсы ма, жаман ба әдет, пояс ұтып аласың, сосын әр үйге барып, жылқы, қой саған подаркаға береді, машина сыйлайды, анау мынау. Сондай бір ажиотаж болды ма сенде, сен бірінші поясты алған кезде, или мүмкін екінші поясты алған кезде? Мен енді 10 жекпе-жек өткіздім, прям келіп, жылқы мінгізіп деген сияқты, Ақтөбеден деген сияқты. Ондай біздерде менталитет басқа ма, или халықтың үйреніп кеткені ма, жалпы есімін көп айтқысы келмейтін бір ағамыз бар. Шешенмен төбелескен кезде сол ағамыз Ақтөбенікі негізі Алматыда тұрады. Барша ағаларымызға спонсировать етеді, бір заводтың бастығы дейді. $10,000 ұстатты доллармен. Ең бірінші доллар көріп тұрмын ғой, нанды пачка. Анда шешемен қазақ деген қызық қой, всегда намысты берген жоқсың деп ше. Сол ең бірінші көрімдігім сол болды. Ең бірінші машина алдым, сол ақшаға барып, Оралға барып, 4,5 миллионға Mazda 6 алып келдім. Өмірімде бірінші рет машинам ғой. Машина айдап көрген жоқпын ол уақытқа дейін. Сол үлкен не болды маған. Нұртас Ажбенов дейтін 11-0 ол кезде рекорд боксер. Қазақстан Қандыағашта ауылдық мекенде екеуміз бірге дайындалдық. Ол олимпийский чемпионды бір жарыста құлатып тастайды, өзбекті. Кәдімгі ұйықтатып тастайды. Ол чемпион болып кетеді. Белгілі бір уақыттардан кейін чемпион олимпиада болады. Сосын мынаған уже профтан интерес етіп, бұл профқа кетіп 11-0 қылады. Сол өзі Қандыағашта жүгіріп, анадан ауылға шақыртып, 2 пояс жақарды ұтқаннан кейін 1 жылқы мінгізіп, сондай ситуация болды. Түсінікті. Енді сәл бізде менталитет басқа, подругама. Если мен бұл жетістікпен Алматыда тұрсам, мен мүмкін басқа внимание болар ма еді деймін да. По-любому батыс есть запад қой. Алматыда, мен Алматыда жүргенде более узнаваемый деймін ба, қалай айтуға, любой жерге мегаға бар, неге бар, адамдар чемпион таниды, мақты таниды. Ақтөбеде танып тұрса да, былай да, бауырым кел суретке түсірейік дейді да. Братаны қинап жүрген сияқты да солай. Сосын араса түсесің, кел түсейік деп. Сондай шама менталитет бар да. Как будто без желания, как будто оны заставили да. Құтты болсын да осылай біздерде менталитет. Бүгін мысалы менеджерім екеуміз Кетрой магазиніне бардық қой. Мысалы сол жақта бауырлар сонда ыстық лебізбен, мысалы мен күткен жоқпын, мысалы миллионға жоқ біздерде киіндіріп жіберді. Мысалы ол өзі дым жоқтан өскен бала, кешегі біздің жекпе-жегімізді, біздің сөйлегенімізді көріп, сондай ладно, киіммен там киім бір күн бар, екінші күні жоқ деген сияқты. Ол адами отношениясы, бір жерлерге барасың, беріп жатқан міндетсін етті саған, либо напоминать етіп тұрады да. Помнишь, мен саған не забывай деген сияқты да. Ана жерден біз жылық, бауырлық бір отношение байқадық да. Сондай ыстық не болды деген сияқты. Сондай моменттер приятно да бізге.
но ты сам хочешь как бы вот этого внимания? Или ол саған керек емес па? Или саған бәрібір ма осындай внимание бар ма, сенде жоқ па? Мен керек емес деп айтуым өтірік болып кетеді. Потому что мен адаммын, мен 2 балам бар, мен әйелім бар, мен әке шешем бар, мен соларға мен сөз бердім, аматып, дүние маған керек емес деп. Мен не үшін жүрмін онда бұл жерде? Әрине ол маған адал түрде келіп жатса, жаңағыдай бауырлар өз ынтасымен, мен ешкімнің ақысын жемей, біреуді ренжітпей, мен адал табыс тауып жатса, мен неге оны алмаймын? Мен жырық бүтіні бар бауырыма көмектеспеймін? Менің мына досым бар да, тихаря, мен неге соған көмектеспеймін? Менен келген байлық мен қолымда, жүрегімде емес, мен қолымда болса жақсы емес сол. Мен мұсылмандарға, мен кедейлерге, мен нуждающий адамдарға пайдам тиеді. Жоқ, мына байлық маған керек емес деп ол дейтін. Өтірік әңгіме да ол дейтін. Енді сәл болса да еркін күш туралы сөйлескім келіп тұр. Сен бізде уже 3-ші еркін күштің жауынгерісің. Бірінші Жалғас Жұмағұлов болды, сосын Гойти Дазаев, енді сен. Негізі еркін күштегі атмосфера қалай? Атмосфера бізде старший дейтін тема бар ғой. Сондай поколение мықты қалыптасқан ғой, тәрбие. До сих пор тәрбие әлі. Бізді Жалғас Мағрыз дәурендер тәрбиеледі, Гойтилар. Жаңағыдай, даже мы порицаем, друг друга порицаем. Мысалы, жас балдар Алматыда ол сөйтіп мықты байқаймын, мысалы, даже мысалы клубта там Колян, анау мынау отыр мүмкін, они там, о, брат, анау мынау. Ты представь, мен историяға салдым, екінші күні мен залға братандар кіргізбейді ғой, болды. Ты че, говорит, попутал, что ли? Не істеп жүрсің, немен айналысып жүрсің? Бізде спрос конкретно. Мен мысалы молодежьден жестко спрос аламын, мен 2-3 күн тренировка жоқ қой. Я говорю, не істеп жүрсің? Мен өткен жаным ашиды да оған. Мен ғой, бауырым, әнешек, молодец жүрсем. Я говорю, оставь деймін, спортта тыста да бар, жұмыс жасай, либо там өз-өзін тап деймін. Не істеп жүрсің? Анда-мында жатырып, там тығылып, билеп, ақаға, сақақу да, бізде не приветствуется, бізде сразу, бізде порицать етеді, сен мынауыңды қой деген сияқты. И біз друг друга, Бағдат бар, Дастан бар, Нұрбек бар, біз всегда бір-бірімізді тартып жүреміз да, таста ояққа болмайды, давай мына жаққа. Мен екінші семьям ғой, потому что үйден шығам, көретін сол балдар, бойда демалатын сол балдар, бойға солармен шығам, мен шүзім баняға барсам солар да, біз бір-бірімізге, как айтады ғой, бір-бірімізге жамыла ұқсап көмектесіп жүреміз да. И біз соны қазіргі өсіп кеткен молодежьден требовать етеміз. Даже ондай моменттерде бізде ағай араласпайды, ағай үндемей жүреді, потому что воспитание болу керек солай. Воспитание болмаса ол болмайды. Өйткені ағай басқаша көруі мүмкін. Мен оны кәдімгідей ұралам да, өйткені ол мысалы ұрған кезде аузын мұрнын қисайтпайсың ғой, батырып айтасың, жаның ашығаннан айтасың, олай істеме, ана жақта жүрме деген сияқты. Кейбір жігітке тән емес заттар салып атады да, там билеп кету мүмкін, өлең айт төнімен қыдырып та, тренировкада жоқ. Ол дұрыс емес зат, ол дейтін. Если сен болашаққа, жастарға, сен іштегі командаластарыңа сен жаның ашса, сен айту керексің. Аямай айтып, оған ол заты қояды да ертең. Бізде случай болды, порицать етеміз балдарды. Все, ұялады, ол қояды, жемен ол ісінен арылады. Ертең братандар сөйлейді деп. Мына битек братандар сөйлейді, анау сөйлейді. Солай ол тәрбиеленеді. Ол уақыт өте келген. Ол жесткий деп айта алмаймын. Неге? Жесткий. Қалай сен оны дейтін дұрыс емес сатын сен оған жеткізіп жатсың да. Біз енді шығып кіріп келген бойда ұрмайсың ғой. Жаңа бір ескертесің, жаңа ұрасың, жұлқылайсың. Сосын порицать етесің. Сенің істеп жүргенің дұрыс емес деп ше. Сен давай определись деген сияқты. Ол солай дұрысталады. Осы жастардың біреуі кетіп, сол порицаниядан кейін, или осындай бір тәрбиеден кейін кетіп қалды деген жастар болды ма? Жоқ, жастар болған жоқ. Жастар наоборот қазір біздер любительский жарысқа барып келдік кеше Қазақстан чемпионатына. Сақпротимен, Сақпроти Панкратион? Или Астанада болған? Астанада болған. Мысалы, мен профессионал бола берейін, мен Қазақстанға шыққан кезде елмен қатарлы пойызбен барып, балдармен 15 шақтай қатыда жатып да, сол системаны үйретеміз да. Кейбіреулер жас балдар үлкенге құрмет дейтін заттарды көрмей қалады. Ол жаман ниет емес, ортада өсіп үйреткіміз келеді біз. Тұрып кету керексің, үлкен келе жатыр ма, шай қойып жүр, сұрау керексің, братан шай қой. Потом біз солай өстік. Жалғас Мағрыз ағаларымыз, братан отыр, ол дейтін
жағымпаздану емес, ол үлкенге дейтін құрмет. Братан, әкел мен қоям шайды. Ол үлкен құрмет. Кейбір жастар соны отыра береді. Мысалы 18-дегі бала 26-дағы ағалары мысалы ыдыс жуып нетіп жатса, ол дейтін западлау емес негізі. Но бірақ жас бала өзі бар, соны тұрып істеу керек та. Әкел, братан, мен істеймін, мен жаспын ғой деген сияқты. Біз сондай шыққан кезде көп сөйлесеміз, жастарға айтамыз, сөйлесеміз, үйретеміз. Ол осылай болады. Өйткені ол сол ортасымен, сол не тәрбиесімен ортаға сияды да ол ертең дейді. Сендер де солай өстіңдер. Иә, біз де солай естік. Жестко таяқ жейтін едік. Жалғастырдың. Қазіргі жастарға қарағанда сендер жестко, да, получается? Олар қазір сондай не емес. Жоқ, ондай ағай араласып кетеді кейбір кезде. Ұрмаңдар, құрсын бір жерін бірдеңе қаласың деген сияқты. Ондай қатты жастарды ұрамыз деп айта алмаймын. Жаның ашиды ғой, өсіп келатқасын. Өйткені 2-3 жыл емес, оларды біздің уровеньге жетеді ертең. Оларда бір белгілі бір азамат болады. Мүмкін сенің подкастыңа келіп отырар ертең ол жастарда. Сол кезде рахметін айтады да олар іштей. Біздерде көп нюанстарды братанға ренжисің ғой, братан сөйлей береді бірдеңе. На самом деле уақыт өте келгеннен сен понимаешь, саған дұрыс зат айтқан да. Саған ұнамаса да ол болашақта ол саған керек затты айтқан. Ал мен сенен Гойти туралы сұраған кезде сен маған айтқансың, Гойти старшылардан ең сондай бір добрый. Ал ең қатаң кім болды сендер старшылар? Жалғас жас көреді. Гойти ол ұрмайды. Гойти мен ауырады, братан деп сөйлесесің. Жалғасты жұмсақ қой негізі, андай моментте ұратын моменттерді аямайды, салып жібереді. Азамат Марқабаев дейтін бар бізде, старший Айбек ағайдан кейін тренер жас балаларымыз. Сол кісі, сол ағамыз мысалы көп жағдайда жаңа ақылын айтып, жаңа жестко қарайды да бізге. Бүйтіңдер, сөйтіңдер деп. Мороз ше, старший ретінде қалай екен? Мороз көп наставление бізде, көп ақылын айтады. Мороз дейтін ол ағамыз ғой қазір дейтін. Тем более дінге келгеннен кейін одан көп үй алып жүреміз да. Көп наставление береді. Енді ММА қойғанмен көп ақылын айтады. Адами тұрғыдан там осылай мынау болады, мынау дұрыс, мынау олай деген сияқты. Көп сөйлесесіңдер ма? Жалпы көп сөйлесеміз. Енді залға көп келмейді ғой, бірақ әлсін көріп тұрған кезде до бойы жазып сұраймын өзіме керек заттарымды. Бұлай братский отношениеміз жақсы бәріміз. Енді өзің қалай ойлайсың? Морозды біз әлі алда октагонда көреміз ғой, жоқ па? Көрмейміз. Мен Аллах жақсырақ біледі, бір 90% сенімдімін, ол 95% ММА-ға қайта оралмайтыны. Ол өзінің дінін тапты, оның басқа әлемі ашылды, оның қазіргі бар ынтасы, жігері, діні, отбасы, оның енді басқа әлем ғой былай қарап тұрсаң. Жеке адам ретінде, тұлға ретінде дамып жатыр да ол. Маған қызық болмай қалды да оған уже. Ал залға келіп тұра ма? Келіп тұрады, терін шығарып тұрады, күресіп тұрады, алысып тұрады. Спорттан кету жалпы дейтін қиын ғой, бөлек не ғой. Ал қалай екен, өзі формада ма? Қазірдің өзіне мыжғылап мазаны алады ғой. Всегда формада ол. Всегда формада. Белінен бір май шығып кеткен түрін көрмейсің ғой. Как рельефный келеді, күреседі, балдарды қинайды. Кешегін өзі Нұрбекпен 1,5 сағат күресіп жатыр. Нұрбектің мысалы 80 килограммда бар ғой, 70. Морозың 70-72 көп болса. Енді сен по-любому білетін шығарсың, Жако бізде айтқан, егер де мен карьераны бітірсем, залға вообще жоламаймын, залға келмеймін деген. Егер де мысалы ол саған қалай, как ты к этому относишься? Біз ол темада сөйлестік. Жаңа жалғас айтқан болатын, жаңа забег жасаймын, если болмай жатса мен залға келмеймін, жігіттер все дейді. Братан, говорю, сен бізге керексің, говорю, сөйлесесің, бізге көмегіңді бересің, не пацан, мен тойдым дейді да. Енді сондай шамалы әңгіме болды. Мүмкін енді сол залдың несінен шаршаған шығар, мүмкін басқа сферада көретін шығар. Адам өзінің таңдауы бар ғой. Әрине, если біздің қасымызда жүріп бас көзі болып ақылын айтып жүрсе, ол залға келмесе де ақылын айтып тұрады ғой. Егер Жако залға келмей жатса, сендерге залда не жетіспейді деп ойлайсың? Не жетіспейді? Мысалы, бізде залда ұстап тұрған қазір Айбек ағайдың дисциплинасы, қаталдығы, требовать ететіні, сосын біздің бауырмалдық, бір-біріне деген жан ашу, көмектесу. Менің бойым келді ма,
подходящий соперникке кім келеді? Дастан, Жәнібек, Бағдат бәріне қарайды. Тік-тік. Ударник па анау кіреді. Секундант Нұрбек Акполошын отырып алады. Нұрбектің бойы келеді ма? Біз команда бол. А не так менде бой бітті, все, пацаны, менде 2-7 отдых, мен келмеймін. Балдар болды, мысалы. Бойыма тік. Пойыз ұттыма екінші анада 2-7 деген бойыма соң залға келіп, соң қасында весін ұстап көмектесіп жүреді. Біздерде ұстап тұрған командный жұмыс қазіргі таңда. Мықты. Мысалы, менікі Алматыға, Астанаға көшіп етсін, мен Ақтөбеде еркін күш командасы маған дискомфорт уже. Маған даже кіріп келген кезде радост береді да. Даса, Нұрбек, даже кофеге жиналамыз. Ертерек сағат тренировка 6-да ма, 5-те айқай шу, кофе, ана приколға то кеттік тренировкеге. Өздерінің традициялары. Сондай традиция да бізде дейтін. Кофе ішпейтіндерді кофеге отырға жібереді, короче. Талай кетті ғой, Атырауский, Ишандар кетті. Ойба, сендер американоға үйретіп садыңдар деп. Получается, Жако келмесе залға, бірақ сендерде уже командный дух. Бізде жастардың командный дух жиналды уже. Біздер пістік. Байқаған болсаң, біздер мен соңғы жекпе-жектеріме Нұрбек келеді, Дастан келеді. Өзіміздің жастарды біздердің өзі костяк дейді ғой. Келдік та уже. Кезінде мүмкін жалғастарсыз жүре алмайтын болдық бізде. Бір адам керек болды, молодой болды. Кейбір моменттерде там психологический тұрғыда да. Кеше келдік, Дастан Нұрбек жақындады, психологический настрой берді. Бұра, сен дайынсың, бізді тыңда, лишний раз рубкаге барма, все. Даже біз Алматыға келеміз, мен комнатаны жауып тастайды. Достар келе старттан күтіп алады, все, оны отдыхает дейді. Мазаламандар. Соткымды Инстаграм бәрін өшірем, бір күн қалған кезде соткын Нұрбекке берем. Мә, короче, өзің сөйлесесің, кімді кіргізесің, кімді кіргізбейсің. Все, бәрін контрольда ұстайды олар. Әлібей тұрып тренировкасе, тамақ жеп аламыз, самочувствиеға қанша вес болып тұрсың, давай мынаны жеп қара. Все, адамсың ғой, там личный жеп, все болды, стоп деген сияқты. Бізде контроль бар да. Ол мен психологиям, даже навесака мен стрессовать етем ба, все, олар жүгіріп кетеді да уже. Все, брат, болды, моз, анау. То же самое Нұрбек Весқома, мен оның психологиясын білем. Ол қай жерде ашуланып тұр, не ұнамай тұр деген сияқты. Сондай братские отношения жақсы бізде. Получается, уже боец ретінде өстіңдер. Түсінікті. Енді сәл аяғына дейін жеттік. Біз осы подкастта енді бізде бір традиционный сұрақтар бар. Сенің 5 топ-5 сенің UFC-дегі жауынгерлерің кім? UFC-дегі да? Именно UFC-дегі. Мүмкін ол қазір жоқта шығар да? Жоқта шығар қазір. Любой. Камурат ұнайды, күресі мықты. Сосын Забит Магомедшариф, Джон Джонс, Сент-Пьер, Хабиб. Гамраттан ешкім бастаған емес болған дейді. Гамрат есіне түсіп кетті, алғызалды. Такой әдемі төбелеседі да, бір Арман Сарукамен бойын көріп қалдым да, такой IQ-лері жақсы да күрес келген кезде. Мына позицияға деген сияқты. Ал Гамрат қазір Махачевпен кездессе, кімнің күресі жақсы? Махачевтің. Махачев лишний раз мынандай движение жасамайды да. Цепкісі позицияда ұстауы бөлек та бұны дейді. Ал қазіргі Қазақстанда топ-5 кім? Топ-5 па? Қазақстандағы топ-5. Өзіңді санамағанда. Енді Шафқат қой, енді қазір елдің аузында жүрген Шафқат, Асу Алмабаев жақсы келатыр. Еркін күштегі бауырларымды атамасам болмайтын сияқты өйткені. Дастан аман келді. Мен көрем оларды болашақта, даже салыстырам адамды. Бағдат Жұбаныш, Юлевичтің гразасы, Нұрбек Абдрахманов. Как раз бесеуі кетті. Бекзат Алмахандарды енді Омарға тап болды да короткеде, ол шулатады ғой ертең дейді, 61-де. Главное, контракт алды. Да. Жақсы. Енді Блиц, бізде осы жақта дұрыс жауап жоқ. Просто өзің таңдайсың, или жауап бересің. Жеңіс нокаутпен немесе сабмишнмен? Нокаут. Сүйікті прием қандай? Менің ба? Или коронкаң дейді ғой? Бір коленодан локтьке ұрып атып күресіп кетіп, аяқ лақтып кетіп, короче. Непредсказуемость қой. Мен сондай жақсы көрем. Карьераңдағы ең қиын қарсыласың болды? Қиын қарсылас Флавио Мадруга.
Октагон немесе Алаш Прайд? Найза. Бой мечты дейді ғой. Бой мечты кіммен и немесе қайда өткізгің келіп тұр? Алиби против чемпион UFC сол моменттегі. Және ең басты сұрақ, спорт саған не берді? Табандылық. Қайтпасы, қайсарлық. Жақсы. Негізі мен осы подкастқа дайындалған кезде бір сұрақтар жазып, былай, мынандай сұрақ қойсам екен, былай мынандай сұрақ қойсам екен, и как будто, знаешь, мынау керек емес болды. Просто былай шабыттанып сөйлестік біз. Маған негізі жақсы өте ұнады. Саған да рахмет. Жақсы сұрақтар болады, көкейімде айта алмай жүрген сөздер болады, мысалы осындай подкасттарда ойымызды жеткізу деген сияқты. Рахмет, Алла разы болсын. Енді бізде бір формальность қалды. Біз осындай 99 раунд деген дүкен бізге мынандай шынгирті берді. Осы шынгирті біз әр подкаст сайын өзіміздің көрермендерге сыйға тартамыз. Бірақ не бар? Условиясы бар. Олар они должны ответить на вопрос. Вот. Мен әлі сұрақты негізі неткен жоқпын. Не придумал еще. Как думаешь, какой можно вопрос задать нашим телезрителям, чтобы он был не сложным, но и не прям слишком легким, чтобы загуглил и сразу бірінші болып шығатындай? Алибиді жаңағыдай қай речі мықты популярность алып келді. После боя мен речімді күтеді ғой көп жанкүйерлер. Именно қай менің сөзім, қай бойдан кейінгі сөзім маған 7,000-8,000 подписчик алып келді сразу бір түнде. Жақсы сұрақ. Енді осы сұраққа жауап берсеңіз, міндетті түрде бізге каналға жазыңыз, Алибидің парақшасына жазыңыз. Және міндетті түрде жауаптың қасына өзіңіздің Instagram парақшасының жазып кетуіңізді сұраймын, өйткені мен сізді осылай тезірек табам. Егер де сұраққа жауап берсеңіз. Ал Алиби, рахмет. Саған да рахмет. Алла разы болсын. Жақсы сұхбат болды. Тіркеліңіздер каналға, сұрақтарға жауап беріңіздер. Керемет перчатканы ұтып алыңыздар. Қазақ жігіттеріне бізге қолдау білдіріңіздер. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Алда тек сені UFC-де көрейік. Амин. Рахмет. Рахмет.